Ассалаумағалейкум, эфирде білу маңызды бағдарламасы. Өткен тарихымызбен рухани мол мұраларымызды зерттеп, сақтап, келер ұрпаққа жеткізу бүгінгі буынның басты міндеті. Бұл міндетті жүйелі түрде жүзеге асырып отырған халық қазынасы ғылыми зерттеу институты бар. Осы институттың жанынан жақында рухани мұра қоры құрылды. Біз бүгін аталмыш қордың қызметімен танысып, жоспарлы жұмыстары жайында айтатын боламыз. Бағдарлама қонағы Қазақстан Республикасы ұлттық музейі халық қазынасы ғылыми зерттеу институтының ғылыми қызметкері күйші Ардаби Мәулет. Ардаби мырза, студиямызға қош келдіңіз. Рахмет барлықтарыңызға. Ардаби мырза, елбасы өзінің ұлы даланың 7 қыры атты мақаласында мұраларымызды түгендеп, рухани қазынамызды жинақтау жөнінде арнайы тапсырма берді. Енді осы халық қазынасы институты қандай жұмыстарды атқарып жатыр осы орайда? Рахмет, өте орынды сұрақ. Енді елбасымыз осы жариялаған бағдарламалық мақала деп айтуымыз керек бұл негізі. Бағдарламалық мақаласына дейін, білесіздер, еліміз тарихында тәуелсіздіктен кейін айтпай кетуге болмайды. Мәдени мұра мемлекеттік бағдарламасы, оның ішінде қаншама қыруар дүниелер жасалды. Мың ән, мың күйден бастап кешегі бабалар сөзіне дейін 100 томдық тарихта болмаған. Одан кейін оның жалғасы ретінде рухани жаңғыру мемлекеттік бағдарламасы. Оның аясында қаншама жұмыстар. Енді іле-шала сол екі үлкен мемлекеттік бағдарламаға үлкен пәрмен беретін, бұлайша айтқанда. Бір кезең, әр кезеңде жарияланып отыратын осындай бір керемет мемлекеттік бағдарламасын жариялады. Бұл жалпы мына қазақ руханиятына, қазақтың арғы бергі тарихындағы ақтаңдақ беттерін толықтыруға өте ғажайып қол істеп айтуымызға болады елбасының бұл тапсырмасын. Бұл сондай-ақ ары қарай болашақта өз жалғасын таба береді. Өйткені қазақ деген ұлт барда, ел барда, мемлекет барда біздің рухани қазынамыз ешқашан таусылмайды. Бұның жырын әлі талай жырлайтын боламыз. Ал енді осы орайда осы рухани мұра қоры немен айналысады? Енді Қазақстан Республикасы ұлттық музейінің ішінде халық қазынасы ғылыми зерттеу институты, өздеріңіз білесіздер, музей құрылғаннан кейін құрылған болатын. Сол музейдің ішіндегі институтта жаңатын айтып отырған бірнеше бағытта жұмыс істейді. Осы қазақтың руханияты, тарихы, археологиясы бар, басқасы бар. Соның ішінде мына музыкалық бағыт бар, сонымен музыкалық бағытта қызмет жасаймын. Институттың басшысы Ахан Оңғарұлы бізді жинап арнайы кеңес өткізді осы жаңа қор туралы. Біз болашақта болайық, болмайық, бірақ ұрпақ керек ететінде бірдеңе істеуіміз керек. Не істеуіміз керек дегенде біздегі қазір үлкен мәселе Қазақстан жерінде, жалпы қазақта мынау рухани мұра бұл ұстанып отырған мұрагерлеріне байланысты. Мұрагерлер енді құзғын емес қой, кетеді ертеме кешпе. Бірақ соныменен қаншалаған мұраларымыз өліп кетіп жатыр. Сондықтан уақыт күттірмейтін мәселе қорды құрайық, бісміллә деп. Ары қарай далалық экспедициялар негізінде осы қазақтың фольклорлық мұралары, кәсіби өнерге қатысты ұстанушылардан көзі тірісінде осындай ұлттық дүниелерді жинап, осы қорға цифрлап сақтауымыз керек. Жалпы мына шетелдік тәжірибеде, мысалға Ахан Оңғарұлы Кореяға бірнеше мәрте барып қайтты сапарға. Дүние жүзіндегі мына адамзаттың руханиятын зерттейтін үлкен орталықтың бірі мысалға Ишкап Кореяда. Сол орталықта бірнеше рет болды, тәжірибе алмасты. Сонда мына Корея мемлекетінің осы біздің ұлттық мұра сияқты құндылықтары бір орталықта топтастырылған екен де, көрдіңіз ба? Бізде қазір шашыраңқа. Болашақта осы да бірізділікке түседі деген ойдамыз енді. Сол тұрғыдан келіп осындай қор құрылды. Сонда жұмыстар, біздің түсініп отырғанымыз, жұмыстар тек қана ел ішінде емес, бұл елдің сыртында да жүргізіледі. Солай емес пе? Әрине, біздің осы уақытқа дейінгі жаңа мемлекеттік бағдарламаларымыздағы жиналған, керемет шыққан жаңа дүниелерге біз шетелде қазақтарды ешқашан қалыс қалдырған емес. Кешегі бабалар сөзі 100 томдығының 13 томы, мен сол кезде министр Құлмұхамедовтың өз аузынан естідім тұсаукесерінде. 13 томы Қытай қазақтарының рухани мұраларынан тұрады дейді. Ол сол бір кезеңде тездетіп құрастырылды ғой. Оған кірмей қалған дүниелер қаншама, мысалға Өзбекстандағы, Монғолиядағы, Ресейдегі, бізді қазақ қай жерде бар, жалпы мына рухани
тұтастық тұрғысынан қарауымыз керек та. Бұл жерде шек-шекара деген болмайды. Мына елбасының 7 қырында да айтты ғой. Мына рухани дүниеде шекара болмайды. Дұрыс айтасыз. Осы тұрғыдан келгенде ешқашан ескерілмей қалған жоқ. Бір күрделі жұмыс. Алдағы да қазір де жасалып жатқан, енді өздеріңіз айтып отырғандай, тәжірибеден өткен өте бір күрделі жұмыс. Оны қалай жинақтайсыз? Өйткені бұл халық шығармашылығы деп жатырмыз, қаймағы бұзылмаған қазақи өзіміздің жаңағындай фольклорды сақтап қалған, енді жасыратын несі жоқ, азайып бара жатырмыз. Азайып бара жатыр. Көнекөз қарияларымыз да азайып бара жатыр. Осының барлығы қалай жинақтайсыз? Рахмет, өте орынды сұрақ. Бұл да өзіңіз айтқандай бәленбай жылдық жаңағы тәжірибеден өткен жұмыс. Мысалға мен өзім Қазақстандағы үлкен осы уақытқа дейін фольклор саласында, жинау, зерттеу, жүйелеу саласында үлкен еңбек еткен Базаралы Муфтикеев деген ағамыз болған кандидат наук. Сол кісінің қасында көп жүрдім. Бізде әрқандай бір осындай үлкен жұмыс басталғанда экспедициялар ұйымдастырылады. Бағыты қызықта жаңағы экспедициялардың көбі мына орталықтарға барады, жиналған жаңағы дүниелерді алады да қайтып келеді. Негізінде мына фольклорлық мұраларды, әсіресе оның ішінде музыкалық мұраларды қазақ айтады, ел іші өнер кеніші деп. Ауыл аймаққа дейін түсу керек. Ауыл аймаққа. Кәдімгі анықтап айтқанда диктофон, камераның бәрін иыққа асып, аяққа бот үйді киіп, елді мекендерде елдің арасынан жинау керек. Ол сонда ғана құнды болады. Біздің институтта жасалып отырған дүниелер осындай. Біз мына май туғаннан кейін далалық экспедицияға археологтар кетеді. Музыкалық бағытта мен мысалға кетем. Сонда осындай жұмыс жасаймыз. Біз әлгі қаланың ортасына барып, гостиницада жатып алып, сенде не бар деген әңгіме ол болмайды, онда жүйелі болмайды. Ауыл-ауылды аралап, сондай тың дүниелер дейсіздер ғой. Былтыр жазда мысалға Қарағанды облысына арнайы экспедиция жасадық. Қарағанды облысының әкімшілігі қолдады, рахмет музей тарапынан. Сонда Ұлытаудан бастап, мысалға мынау фольклорлық мұралар музыкалық. Жоқтау, Сыңсу, Жарапазан, Қарөлең жаңағы баяғыда. Соның бәрін Ұлытау, Қарқаралы, Шет ауданы, Жаңарқа осы өңірлерден жинағанда біз өзіміз таңғалдық. Керемет дүниелер бар. Жазып үлгере алмадық, шынын айтқанда. Біз болашақта және жоспарлап отырмыз. Ол сонда кімнің қолында қазір? Қалай сақталып қалған? Соны айтыңызшы. Өйткені енді шынымен қаншама уақыт өтті, 70 жылдық дедік. Қаншама уақыт өтті, кеңестік кезең болды. Қандай дәуірден енді осыдан аман есен өтіп, қалай сақталып қалды осындай? Жаңағы үлкендердің қолында, көбінесе мына ата әжелердің. Қарқаралы ауданында қазір атын ұмытып отырмын. Бірнеше әжелерді жаздым мен, әр ауылынан жинап әкеп, мысалы, барып. Сол кезде 5 сағат бата айта алатын. Бата айтатын, жоқтау айтатын. Ол кісілерден сұраймыз ғой, экспедиция ол шарты. Кімнен үйрендіңіз, кімдерден мұра болып қалды дегенде өздерінің 2-3 ата әжелерін айтады. Пәленше деген енем, мен жас келін болып түскенде өстіп үйретіп еді. Әжем осылай айтушы еді деген сияқты. Керемет, ұрпақ жалғастығы деген осы. Біздің мына ауызекі таралған фольклорлық мұраларымыздың таралу жолы осындай. Әнде де сондай, күйде де сондай. Енді қараңыз, бұл да тағы да бір қыруар қаражатты талап етеді ғой. Шынымен де енді бұл бір күндік жұмыс, өзіңіз айтып отырсыздар, бұлай шаң басып қалған жаңағы дүниелерді оны алып шығу, оны зерттеу, оны табу бұл оңай емес, бір адамның қолынан келетін дүние емес. Осы орайда бұл мәселе қалай шешілген? Бұл бір қолдаулар бар ма? Жаңа айтып отырсыздар, әкімдіктер қолдап жатыр дейді. Тағы да осы мәселелер қалай шешілген? Енді осы уақытқа дейінгі жаңағы арнайы бағдарламаларға қаржы бөлініп тұрды ғой мемлекет тарапынан. Енді мына елбасының 7 қырына байланысты да үлкен қаржылар бөлініп те жатыр ғой қазір басы басталып. Осы қаржы негізінде жұмыс атқарамыз. Мысалға министрлік бөледі, мәдениет және ақпарат министрлігі біздегі, спорт министрлігі. Соның бір бөлім жаңағы бағыт ретінде ұлттық музей осындай жұмыстар. Ұлттық музей тарапынан біз жылдық жоспарға кіргіземіз осындай дүниелерді ел арасынан жинау үшін. Әр қызметкер бір 2-3 рет командировка іс-сапарға деп ұйымдастырып, әйтеуір шама қолдан келгенше осылай. Әреке, жаңа сіз айтып кеттіңіз, әрине Ұлытаудан бастап осы Қарқаралы жерінде осындай тың дүниелер ашылып жатыр деді. Тағы да қандай қызықты мәліметтеріңіз бар? Өйткені жаңа сіз айтып отырсыз ғой, музыка деп отырмыз ғой, музыка саласын өзіңіз зерттеп те жүрсіз, осы салада талай жұмыстар жасап жатырсыз. Енді осы тұрғыдан біз осы мәселелерді қалай шешеміз, оны қалай ұрпаққа жеткіземіз? Енді табу бір, енді осы рухани қор шынымен бұл жерде таптық, жинадық, әрі қарай не болады? Ең басты мәселе жинау.
Бар болса бірдеңе болады. Шын айтқан кезде жоқ болса не істейсіз? Мысалы, бардан жасауға болады, жоқтан бар жасай алмайсыз. Оның өміршеңдігі де болмайды. Мынандай біздің ұлттық рухани мұралар жөнінен алып айтатын болсақ. Ал енді біз қорды жинақтадық, одан дискілер дайындап жатырмыз. Цифрлық форматта кәдімгі. Сосын арнайы портал дайындап жатырмыз институттан. Осы жаңағы әр бағыттан археологиялық, музыкалық, этнографиялық бағытта біз әлем көріп отырады. Қазір білесіз, ақпараттық жүйе кең, бүкіл Қазақстаннан әлем. Осындай жұмыстар жасап жатырмыз, кітаптар, ғылыми еңбектер. Мысалға мен өзім докторантураны Жүргенттен қорғадым. Сонда докторант Бағлан Бабыжан деген апайымыз бар. Сол кісі енді өзінің туған ауылы Меркеге сол жаңа докторанттық зерттеу тақырыбымен барған ғой. Сонда өзі қайран қалады. Керемет әндер жазып алған, қар өлеңдер кәдімгі. Сол жерде. Иә, соны дереу жаңағы кітап қылып шығарып, құрастырып, одан артық қандай мысал керек? Біз енді жоқ деп отыра берсек, жоғала береміз, бар дүниемізден айырылып. Сондықтан елді мекендердегі дүниелерді бірінші жинап алу керек. Өйткені ол адам күтіп тұрмайды. Біреу ерте, біреу кеш кетіп жатыр дегенде мысалға. Сондықтан ол бар нәрсе арғарай игілікке жарайтын сөзсіз қай кезде болса да. Осындай игі бастамаға еріктілер қатыса ала ма? Мысалға, қалай жеткізу керек? Мысалға, қазір бізді миллиондаған көрермендеріміз көріп отыр. Олардың да қолдарында жаңағындай біз біле бермейтін, жарық көрмеген дүниелер көп. Бұл атадан қалған, біздің аталарымыздікі осылай айтушы еді деп жаңа айтылғандай, осындай дүниелер бар, жоқ емес. Оны қалай жеткізе алады? Ол қай жерге жүгіну керек? Қай жерге хабарласу керек? Біз енді сіздерге арнайы ұсыныс ретінде біз ойымызда бар. Ақпарат құралдар, оның ішінде осы сіздердің телевизия саласында. Сосын радиодан арнайы осындай бір аздап бағдарламалар, жаңағындай айдарлар дайындасақ па деген. Енді ол болашақтың еншісінде келісімге байланысты. Оның мақсаты жаңағы елді өзіңіз айтқандай құлақтандыру. Көп адамдар біле бермейді. Бұл енді бәленбай жылдап, ғасырлап барып нәтиже береді. Көп жағдайда осындай көзге көрінбейді, бірақ өміршеңдігі өте жоғарыда. Сондықтан болашақта мына телевидениенің басшыларына, алтын сырға болашақта қолдайды деген үміттеміз. Радио бар мысалға. Сол ақпарат қой қазір бәрі. Машинеде отырып та тыңдай береді. Радиода айтатын болсақ мысалға, біз осындай институт, біз осындай дүниені жинаймыз, тыңдап отырған көрермендер, хабарласыңыздар деген сияқты мәліметтерді беретін болсақ, ол үлкен қазіргі таңдағы енді интернеттің мүмкіндігі жоғары ғой. Жалпы енді сандарды сөйлететін болсақ, осы қанша қорға осы бүгіндері осындай құнды дүниелеріміз жиналды? Бір мәлімет бар ма? Әрине, мен енді өзімнің бағытымдағы мәліметті айта кетейін. Рухани мұра қорында артық айтты демеңіздер, осы 2 жылдың көлемінде 1000-ға тарта біз аудио, видео үнтаспаларды жинап отырмыз. Мына елбасының 7 қырының үлкен бір саласы осы ғой, мына архивте 25. Ол жаңа шетелмен байланыс, жаңа екеміз айтқан шетелдегі қазақтарды айтып отыр бұл жерде. Сосын жаңағы ұлы даланың есімдері, ұлы есімдері. Біздің институтта арнайы этнографиялық бағыт бар. Соны зерттейтін жас ғалымдар мынау жер аттарына байланысты ұмыт болған есімдер. Қазір енді өте орынды, өзекті бір мәселелердің бірі. Бұл өз алдына ғылым. Көше атауларын қайтадан өзіміздің жаңағы ұлы тұлғаларымыздың есімдерін беріп жатқанда елді мекендерге әлі күнге дейін енді сол кеңестік заманнан қалған атаулар әлі де бар. Оның өзінің байырғы атаулары бар. Осы мәселелердің барлығын зерттеп сіз ұсына аласыз, иә? Біздің мамандар бар, иә. Ал енді қараңыз, мысалға ұлы даланың ұлы есімдері. Қазақтың жер, су, өзен, қыстау, жайлауының атының көп осындай ұлы есімдермен аталған. Мынау адамды қоя бермейді қазақ мысалы. Текті кезінде қазақтың руханиятына, әлеуметтік саяси мәселесіне үлкен еңбек сіңген тұлғаларды мына 7 қырда айтып отыр. Оларға көше беру керек. Қазір көріп жатырмыз ғой, қарсы болады. Мынандай елбасының осындай мемлекет, мынау бұйрық бізге қазақша айтқан. Осындай бұйрықты әрқандай Қазақстанда өмір сүріп жатқан Қазақстанның әрқандай азамат қарсы тұруға құқығы жоқ. Ашығандықтан елбасы айтты, біз атқаруымыз керек. Әрбір азамат қандай ұлт болса да. Дұрыс айтасыз. Сондықтан бұның бәрі былай әрбір мына функцияны қарап отырсаңыз, елбасының 7 қырында таралып кете береді. Мүмкіндігі өте зор.
жаңағы ұлы даланың ұлы есімдері бүкіл елді мекендерді айналып, қазір біздің этнографиялық бағытта ғалымдар осымен жұмыс жасап жатыр. Ескі атауы қандай, қай кезде өзгерген, оны қалай, қай уақытта, оны архивтермен тығыз жұмыс жасап жатыр. Тығыз жұмыс жасап жатыр. Оған былай алып қарағанда сізге рұқсатыңыз бар да, сіз ол әрбір есікті ашып кіре аласыз. Солай емес? Әрине, енді қолдап отыр ғой мемлекет, елбасы, үкімет, министрлік, жалпы былай қызығушылық бар ма? Сұраушылар мысалға қазіргі кездері осы ономастикалық комиссияда мысалға бір өтініштер келіп түсіп жатыр ма мысалға? Осы қандай еді мысалға? Әрине бар. Шыны керек, біз үлгере алмай жатырмыз. Үлгере алмай жатсыздар. Жинаған дүниелерге. Енді Халық қазынасы ғылыми зерттеу институтының ішінде серия бағдарламасымен осы уақытқа дейін міне 6-шы ғой деймін. Үлкен ғылыми еңбек. Кеше ғана тұсауын кестік. Монғолияда қазақтардың сыбызғы домбыра күйлері 300-ден астам күй. 300-ден астам. Мұсайып Құсайынұлы ағамыз Алматыда үлкен өзінің жеке қорын салды осыған. Біздің музейдің қызметкерлері Рүстем Нұркен, Айхан Оңғарұлы бастап 4-ші ма 5-ші сериясын тұсауын кестік. Оны естімеген дейсіз ғой? Естімеген. Енді біз болашақта алдағы жоспарымызда осы серия бойынша этнографиялық бағытта, музыкалық, археологиялық, кеше ғана Қазақстанды бүкіл әлемді таңғалдырған Елеке сазынан табылған алтын адамды қазу жұмыстарына біздің институттың қызметкерлері Ахан Оңғарұлынан бастап тікелей атсалысты. Еңбек па? Еңбек мысалға. Осындай бағытта жұмыс істеп келе жатырмыз. Енді осы бағытымыз ба, Құдай қолдағанда елбасымыз мынандай үлкен бағдарлама жариялады. Енді ары қарай біз жалғас істей береміз деп ойлаймын. Енді қараңызшы, тағы да бір маман ретінде де сізге осындай бір сұрақ. Мынау табылған дүниелерді қалай сіздер оны ажыратасыздар? Мысалға қандай бір талаптары бар? Оның шынымен де енді бұл тағы да бір жүйелі жұмысты қажет етеді ғой. Әрине. Әрине бұл үлкен бір сондай бір отырып ол жерде бір күндік жұмыс емес, бұл әрине солай ғой зерттеу. Мысалға бұл жерден бұл қайдан алынды деп жатсыздар. Оның тамыры қай жерде жатқанын, қайдан келіп жатқанын, осының барлығын қалай анықтайсыздар. Мысалға тағы да бір айтпағымыз, азаматтарымыз әкеледі сіздерге деген. Осыны қалай анықтайсыздар? Мысалға музыкалық бағыттар әкеліске менен де үлкен музыка зерттеуші ғалымдарымыз бар. Ортаға қойып, мысалға бір әнді алып келді дейік, күйді алып келді дейік. Оның сарынынан мен бір тыңдағанда білем, мақтанғаным емес. Ал енді археологиялық қазба болатын болса, бізде арнайы бөлім бар. Этнографиялық бағанағы бір саласы, ол есімдерге байланысты болатын болса, оның тарихы, архивтер бар. Ғылыми негізде өзінің мамандары атсалысады мысалға. Мен Ахан Оңғарұлының жұмысына барып кіріспеймін, ол археолог, мен білмеймін мысалға. Сондықтан да институт бірнеше бағытта тікелей осылай жүйелі жұмыс жасап жатыр. Өз мамандарыменен білетін мамандар. Енді өте орынды сұрақ сіздікі. Бізде кейде енді бір араласпайтын нәрсеге араласып кетеді. Сосын мынау тарихты түгендеу, рухани дүниені түгендеуде біз әркім мына ұлттық тұтастықтан көрі әркім өзінің атасының бәсін асырып олай болмайды. Одан ұлт тұтылады, ұлттың өнері руханият тұтылады. Одан түк оған да абай болу керек дейсіз. Әрине біз аталарымызбен мақталамыз, бабаларымызбен шынымен де мақтанамыз. Бұл бізде қанымызда бар. Қанда болған қасиет, бірақ бұл жерде де абай болу керек дейсіз. Әрине. Бұл жаңағы жүйелі деген нәрсе осындай бір саласы осыған мән беру керек қой енді. Ал енді қараңыз, біз айтып жатырмыз, шынымен де бір ауқымды жұмыс, ол былай көзге көрінбейтін. Ал енді қандай да бір осындай бір кедергілер бар. Енді сіздер экспедицияға шығып жүрсіздер, қандай бір кедергілер бар? Осы мүмкіндікті пайдаланып, біздің жергілікті осы әкімдіктерге бір осындай бір ескерту жасап кетсе. Осындайды мүмкін алдын алатын. Осы уақытқа дейін біз оңтүстік Қазақстан облысында болдық, Қарағанды облысында, Ақмола облысында, алыс жақын шетелдерде, Қытайда экспедицияларда болдық. Енді қазір Қытайдың жағдайы басқаша, білесіздер. Енді осы уақытқа дейін бір қатты ауыр қиыншылық көрген жоқпыз. Бірақ десе де, мына елді мекендерде ауылдық, аудандық, облыстық әкімшіліктерде көбінесе бұл жаңағы бір есеп беру мақсатында жүрмеу керек та. Бұл кәдімгі берілді ма жүйелі жұмыс істеу керек. Халық шығармашылығы деген бар әр облыста. Олар не істеу керек? Тым болмаса бір 2-3 адам осындай дүниені жинау керек. Бізге де жақсы болар еді мысалға. Сонда ауыл, аудан, облыс көлемінде осындай жүйелі жұмыс жасайтын болса, шынайы жанашырлықпенен ол дүниелердің бәрі ертең қайда келеді? Орталыққа келеді, Алматыға, Астанаға. Керемет қой мысалға. Бір сөзбен айтқанда, бұл дүниелердің барлығы өзіміздің ұрпағымызға. Бұл жаңағыда айтып кеткендей, бұл барлығы бізге ұрпағымызға бұл керек дүние. Әрине. Бұл ұрпаққа мәңгі қызмет ететін осы.
осы құндылықтар. Сондықтан барлығымыз бір кісідей осы мәселеге жұмылып, осындай ат салысымыз керек. Әрине. Рахмет, Ардаби мырза, студиямызға келіп осындай маңызды мағлұмат бердіңіз. Құрметті көрермендер, біз естеріңізге тағы бір сала кетейік. Бүгінгі біздің бағдарлама қонағы Қазақстан Республикасы Ұлттық музейі Халық қазынасы ғылыми зерттеу институтының ғылыми қызметкері Ардаби Мәулет болды. Құрметті көрермендер, келесі кездескенше дейін аман сау болайық.